Энергетика саласына білікті кәсіби мамандар дайындау күн тәртібіндегі мәселе. Бұл ретте арнайы оқу гранттарын ұйымдастырып, түрлі жеңілдіктер қарастыру керек. Себебі келешекте бұл салада маман тапшылығы болуы мүмкін. Сарапшылар осылай деп отыр. Мәселен, Алматыда энергетика және байланыс университетінде қазір небәрі 5000 студент оқиды. 50 жыл бұрын құрылған оқу ордасы осы уақытқа дейін 40 мыңнан аса түлек шығарған. Олардың көпшілігі өз саласында әрі кетсе 2-3 жыл жұмыс істеп, кейін басқа бағытқа ауысып кетіп жатыр дейді сала мамандары. Бүгін аталмыш оқу ордасының жарты ғасырлық мерейтойы тойланып, энергетика саласындағы түйткілді мәселелер мен жоспарлар айтылды. Сондай университеттің тұңғыш ректоры Альберт Полотов атындағы дәрісхана ашылды. Атом электрический станция деген жаңа мамандық аштық. Осы мамандық бойынша біз биылдан бастап ядролық физикалық институтпен бірге мамандар дайындаймыз. Германияның университетінің филиалы ашылды. Қытаймен бірлесіп инженерлік орталық ашылайын деп жатырмыз. 2 дипломды бағдарламалар аштық. Әсіресе электроэнергетика, теплоэнергетика салалары бойынша.